Баршаға сәлем достар, сіздермен Сұлтан Фильмс. Бүгін «Зеленая миля» атты керемет киноға шолу жасаймын. Егер көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде көруге кеңес беремін, себебі бұл кино әлемдегі ең үздік кинолардың бірі. Ал енді көп сөзбай шолуды бастайын. Таңертең ұйқыдан тұрған Пол атты қария қарттар үйінде тұрады. Күндегі әдет бойынша тұрып, асханадан 2 самса алып орманға кетті. Ол жақта жалғыз өзі ғана білетін ағаштар арасында орналасқан үйшігі бар. Оның күнделікті қайда кетіп қалатындығын ешкім білмейтін, тіпті осындағы жақын құрбысы да. Кейін қарттар үйіне қайта оралған соң, осындағы адамдармен бірге отырып теледидар көруге жайғасады. Теледидарда болып жатқан шоу бағдарлама осында отырған шалдардың біріне ұнамай, байырғы уақыттың бағдарламасы болып жатқан арнаға қояды. Бұл бағдарлама Полға жас кезіндегі өмірін есіне түсіріп, көзінен жас алады. Әйел оны жұбатуда. Пол өзінің жас кезінде өлім жазасына кесілген адамдарды қамайтын түрмеде жұмыс жасағандығын айтады. Ол кездері ауруға шалдыққандықтан дәрет алуы қиын еді. Жұмыс жасайтын түрмесі «Зеленая миля» деп аталды. Бұл түрменің еденіне қарап қойылған еді. Осы жылдары түрмеге Джон атты ірі денелі аңғал жігіт әкелді. Денесі ірі демесең өзі ақкөңіл еді. Түріне қарасаң жаман ештеңе істемеген секілді. Бірақ оны түрмеге бекер жібермеді. Осыған дейін адам өлімі бойынша қылмыс жасап, өлім жазасына кесілген екен. Қылмыс болған күні Джон өлген қыздардың денесін тауып алды. Кейін оның жанына отырып, көмектесе алмағанына қиналып жылайды. Көрген адамдар оқиға орнынан табылған Джонды кінәлі санады. Пол оның қылмыстық ісі жайлы қағаздарды қарау арқылы білген болатын. Джон мұнда тыныш келіп, тыныш отырды. Ал түрме қызметкерінің бірі Перси. Ол өте жағымсыз адам және аяу дегенді білмейтін. Кейін камераға қалған Джон мен Пол жеке сөйлесуге қалады. Ал Джон өзінің қылмыс болған күнді өз еркісі келетінін айтады. Полдың бастығы Хелл оған оның бақылау бөлігінде болатын өлім жазасына кесу жайлы деректерді берді. Осы болатын өлім жазасына Персиді қатыстырмауды тапсырады. Онсыз да осы жігіттен жақын арада Хелл құтылғалы жүр. Өзінің жұбайының да басы ауырып жүргендіктен біраз күнге дәрігерге кетеді. Үйіне келген Полды әйелі қарсы алды. Ол күйеуін сабырға шақырып, уайымын басқысы келді. Бірақ оның жаны тыныштала қоймады. Брут Хейл атты түрме басшыларының бірі 2 полицияға жұмыс тапсырады. Олар тышқанды ұстап алуы керек. Бірақ тапсырма оңайға соқпады. Кеміргіштің кіріп тығылған бөлмесін тексеру үшін толықтай басатып көрген еді. Бірақ тышқан табылған жоқ. Кейін барып дәлізде тышқан көрінді. Перси оған аш мысықтай атылып, жан-жағын қопарғанына қарамастан ұстауға тырысты. Тышқан сонда да ұстатпай есік астымен қашып кетті. Ол кірген бөлмені де толығымен босатып көрді. Бірақ тышқан сол күйі қашып кетті. Арлин атты түрме жазаланушыларының бірін жақындарымен көрісуге апара жатыр. Кейін оны өлім жазасына кесуге дайындауда. Ол Персиге матаны жақсылап суласа, адам қиналмай өлетінін айтады. Кейін Арлиннің шашын алып тоққа дайындайды. Бұлар істерін тындырған соң адам өлімін көруге зал толтырып адам жинайды. Кейін тоқ пен Арлинге тоқ қосқанда ол өлмеген екен. Тек екінші рет талпынғанда ғана ол қаза табады. Перси Полдан келесі өлім жазасына қатыстырып басшылық беруін сұрады. Пол оған жауап ретінде жақын арада жұмыстан кететіндігін айтады. Сонда Перси армансыз түрмеде басшылық етіп, өмір бойы қызмет ететін болады. Кезекшілік кезінде ол Делакроу атты қылмыскердің камерасынан күлкі дыбысын естіді. Барып қараса, ол жанына дос тауып алған екен. Жаңағы тышқанды өзіне үйретіп, барлық трюктерін бірге жасайды. Оған Джинглз деп те есім берген екен. Бастық Полды өзіне жеке сөйлесуге шақырады. Оның 2 жағымсыз жаңалығы бар. Біріншісі түрмеге өте қауіпті қылмыскер жабайы Биллді әкеле жатыр. Ал екіншісі бастықтың әйелі жаман ауруға шалдыққан екен. Үйінде ұйықтап жатқанда Полдың ауру асқынады. Осылай ертесіне жұмысқа әрең келді. Ал Билл түрмеге келгенде ол қауіпті болмады. Өйткені тынышталдыратын дәрі салған болатын. Биллді камераға апару ісі Перси мен Дин Гарриге табысталды. Оларды көрген Джон сақ болуларын ескертеді. Айтса айтқандай Билл деген өте жауыз екен. 3 полицияны 3 жаққа шашып, мұнда келген Полды да жерге құлатты. Бірақтан бәрібір ұрып соғылып камерасына қамалды. Пол басқалардың жұмыстарына баруды тапсырып, олар кеткен соң ауырған жерін құшақтап жерге құлайды. Джон осы сәтте темір тордың ар жағына оны өзіне тартып алып, өзінің қолымен Полдың ауырып тұрған жерін ұстайды. Бастапқыда түсінбеген Пол қарсылық білдіреді, бірақ кейін шынында да оның ауырғаны басылды. Кейін үйіне барып, ауырынан айыққанын бір тойлатқандай болады. То есть бір емес 4 рет. Таңертең жұмысқа барғанда Джонның ісімен айналысқан адвокатқа барады. Ол Джонның қылмысын қайта қарағысы келді. Адвокатпен жолығып Джон жайлы айтқанда, ол жауап ретінде тіпті кейде тым бейкүнә көрінген адамның өзі де аса қауіпті қаншер болуы мүмкін дейді. Келесі күні Пол Джонға әйелінің жасаған нанын әкеп берді. Ол нанмен түрмедегі достарымен және тышқан мистер Джинглзбен де бөліседі. Ал Билл түрмедегі бұларға тыныштық бермеуде. Ол Полдың бетіне түкіріп аяғына шаптырады. Оның осы қылықтарына жауап ретінде су шашып, аяқ қолын байлап тастайды. Бірақ бұл жазалардан ол рахаттанған күй кешті. Кейін ол нәжесін аузына салып, Хейлдің бетіне сәлем жолдайды. Делакроуның өлім жазасы болғалы жатыр. Оның өлім жазасына Перси басшылық етеді. Дайындық жақсы өтіп, барлығын пысықтап шығады. Дәлізде жігітті мазақтап, әртүрлі сөздерін айтып, әкеле жатқан Персиді қамаудағы Билл қысып ұстап алды. Биллдан қорыққан Перси сол сәтте бұтына жіберіп қояды. Делакроу осы кезде күлкіге қарық болды. Масқара болған Перси басқа әріптестеріне болған жайтты ауыздарынан шығармауын бұйырды. Оларды айтуға ынтық емес. Өлерінен бұрын Делакроу тышқанның кімге аманат
атып тастап кетерін ойлап отыр. Ал Пол оған тышқандар жақсы өмір сүріп, оған қауіпсіз болатын бір жерде білетінін айтады. Ал Джинглс тышқан камерадан қашып кетті. Дәлізде келе жатқанда оны көріп қалған Перси аяғымен мыжып тастайды. Ал Джон тышқанның мәйітін беруін сұрады. Ол өлі тышқанды алып алақанына қойып үрлегенде, барлық полицей оның қалай тірілгенін көреді. Содан Пол тышқанды Джонға табыстайды. Перси тышқанды өлтіре алмады, бірақ Хоуэлл мен Пол оның жағасынан алып, осы тірлігі үшін ертең арыз жазып жұмыстан шығуын бұйырады. Осылай Перси амалсыз уәде берді. Бүгін оның соңғы тапсырмасы екендігін түсінген ол, Делакроуның өлімін қызықтап қалғысы келді. Ол оған ешқандай тышқандар қаласы жоқтығын, Полдың оны алдағанын айтады. Кейін губканы суламай, оны тоқпен қинап ұзақ уақыт өлтіреді. Джон мұны алыстан болсын сезіп жатты. Жұмыста демалыс болып, барлық әріптестермен бірге бастықтың үйіне барады. Олар баяғыдан бірге отбасылармен кездесетін. Бастықтың ауру әйелінің жағдайы шынында да қатты нашарлап кеткен екен. Оны көргенде Полдың ойына Джон келеді. Дастархан басына отырған әріптестеріне Джонды бастықтың әйелін емдеуге осында әкелсек қайтеді деп ұсыныс тастайды. Әрине түрмедегі қылмыскерлерге олар сене қоймайтын. Алайда байқап көруге келісті. Джонды түрмеден алып шығу үшін 3 жігіт болып жиналып, Персиді бір камераға өткен жолы тірлігі үшін деп қамап тастайды. Сосын Джонды босатады. Дәлізде келе жатып, оны Билл ұстап қалғанда, Джон Биллдің өмірін көреді. Осыдан ол қатты мазасызданып, әлсіреп қалды. Сыртқа шығып, ашық аспанмен бостандықты көргенде ол балаша қуанады. Кейін көлікпен бастықтың үйіне барды. Үйінен мылтықпен шыққан оны көріп, не үшін келгендерін түсіндіреді. Ауру жатқан әйелдің бөлмесіне келіп, Джон ауыздан ауызға оған дем салады. Осыдан ол әлсіреп қалды. Ал бастықтың әйелі жарқырап, қайта туылған баладай шыға келді. Әйел оған рахметін айтып, алқасын тағады. Түрмеге қайта оралған соң қамаудағы Персиді босатады. Ол дәлізде жүргенде Джон оны ұстап алып оған емін жүргізеді, бірақ бұл жолы жақсы жағынан емес. Салдарынан Перси өзіне ұқсамай кетті. Ол қолына қару алып Биллді атып тастайды. Жынданып кетті деп саналған жігітті өмір бойына жындыханаға жібереді. Ол кезінде осы жерде жұмыс жасауды армандаған болатын. Пол Джоннан не үшін бұлай жасағандығын сұрайды. Ал жауап ретінде өткен жолы Биллдің өмірін көргенде, дәл осы Биллдің өлтіргендігін көреді. Оның қылмысқа қатысы жоқтығын білген соң, әйелмен ақылдаса келе ешкімге айтпауды шешеді. Бәрібір де Хелл оның бейкүнә екенін білсе де, ештеңе жасай алмайтын. Ал уақыт өткен сайын Джонның жазаға кесілетін күні жақындап келе жатыр. Пол онымен кездесіп қалауын сұрады, бірақ ол ештеңе сұраған жоқ, тіпті бостандықты да. Себебі сыртқы өмірдегі қатыгез қоғам оны қабылдаған жоқ. Сондықтан ол барлығын тастап өлуді қалайтын. Алайда соңғы өтініші ретінде киноға апаруын сұрады. Өтініші орындалып, теледидардан мюзиклді тамашалайды. Көріп отырып өзінің кумирінің қаншалықты керемет екендігіне таңғалады. Джонның өлім жазасына Пол жауапты болды. Залға жиналған адамдар оны қанішер адам деп ойлайды. Ал Брут жігітке ешкімге мән бермеуін айтты. Джонның өтінішіне байланысты оның бетін жаппады. Кейін өлтіру бұйрығын Пол ұзақ уақыт айта алмай тұрып қалды. Осылай өлім жазасы бітті. Осыдан соң Пол мен Брут бұл жұмыстан кетіп, жас жеткіншектер түрмесіне ауысады. Оларды жас кезінде дұрыс тәрбиелесек, ешкім өлім жазасына кесілмейді деп ұқты. Әңгімесін аяқтаған шалға жанындағы кемпір сене қоймады. Пол оған дәлел ретінде күнде өзінің баратын ормандағы үйін көрсетті. Үй ішінде қартайған тышқан мистер Джинглс бар. Оны осы уақытқа дейін Пол асырап келген екен. Джонның өлімнен соң түрмеге қайтып келген тышқанды Пол өз қолына алған. Пол ұзақ өмір сүрді. Осы өмірінде көптеген жақындарының өліміне куә болды. Жасы 108-ге келген шағында ол өзінің өлімін күтеді. Бірақтан жақын уақытта өлемін деп ойламайды. Себебі жердегі ғажайып адам Джонды өлтіргендіктен өзін осылай жазаланады деп санайтын. Осылайша шолымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше.